Қазақша сөйлеу ұят деген мәңгүттерге жіберіңдер осыны. Ұят сенің. Аузыңнан қазақтың иісі шықпай тұрғаны. Ұқтың ба? Ат жалында ойнаған бабаң тіл үшін қылыш ұстады. Ал сен орысша шүлдірлеп, кімге жағынбақсың? Кім үшін жаныңды сатып тіліңнен бездің, а? Кеше ғана найза ұстаған ердің ұрпағы едің ғой. Енді келіп сен тіліңді саттың ба сонда? Тіліңді жек көрсең, өзіңді жек көргенің. Сен сөйлемеген сайын бір ата бабаның үні өшіп жатыр. Қазақ тілі сенің тамырың, жаның, қаның. Оны жұлғаның өзіңді сатқанмен бірдей. Сол үшін балам, өз қазағыңнан ұялма. Керісінше өздері ұялсын. Қайда кетті Қабанбайдың қайраты? Бөгенбайдың ұраны қайда қалды? Наурызбай, Райымбек, солардың қаны бекер төгілді ме сонда? Сенің тілің, сенің туың. Сол үшін өзге тілдің бәрін біл, бірақ өз тіліңді құрметте балам. Онымен мақтан тұт. Түсіндің ба? Уа, қадірменді қария, Қараша тауды қаралғалы қанша жыл болды? 30 жылдан асты ғой. Бұл таудың етегін қар шалғалы неше жыл болды? Оған да 30 жыл өтті. Бұл таудың басынан бұлақ аққалы қанша жыл болды? Оған да 20 жыл болған шығар. Қар орманыңыз бүлініп, алып еменіңіздің құлағанында қиын болған екен. Бұл өлкенің бораны ұйтқып соққанда, ну бағыңды түп тамырымен қопарып кетеді. Сол орманнан қалған жалғыз бұтағым алдыңда отыр. Барым да, базарым да осы. Қызыңыз ақылды, инабатты әрі сұлу. Бағжанға тұрған жігіт кім екен? Жарлыға барса тұрмыста үкіметін тартады. Ал байға берсем тіпті жұтайды. Сөзіңізге түсінбедім, ақсақал. Байдың жан дүниесі жұтан келеді. Ал ер жігіт кедей болса да жомарт келеді. Ал егер кедей жігіт байса ше? Құдайдан тілегеніміз де сол ғой. Қалыңмалы қанша сонда? Мұнша қой жете ме? Ал мұнша ше? Онда мұнша болды ғой. Қанша керек сонда? Мына бөстекте қанша үшін болса сонша.